Assalamu alaikum достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге ұнсыз таңғы аста жасалатын өте дәмді, көтеріліп пісетін бәліштердің құпия сырларымен бөлісетін боламын. Ең алдымен бос ыдысқа 2 жұмыртқамызды салып, үстінен 2 ас қасығы шекерімізді салып аламыз да жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, үстінен жарты шай қасығы тұзымызды салып, артынан 250 грамм айранымызды, менде қолдың айранымызды құйып, жақсылап біркелкі маса болғанға дейін араластырамыз. Сіздер қалаған айрандарыңызды құйсаңыздар болады. Енді үстінен 200 грамм жармамызды саламыз. Сосын оны жақсылап араластырамыз, біркелкі масаға дейін араластырып аламыз. Қамырымыз осылай сұйық болады. Енді бұл сұйық қамырымызды біраз қоюлаттыру үшін бетін осылай жауып 25-30 минутқа қойып қоямыз. Мінекей 25 минутымыз өтті. Бәліштеріміздің қамыры біраз қоюланды. Енді сіздерге айтып кететін бір сыр, бұл жерде қамырдың құрамына ас содасын ең соңында саламыз. Жарты шай қасығы сода саламыз. Сосын оны жақсылап араластырамыз. Егер жақсылап араластырмасаңыздар, соданың қышқыл дәмі қамырда білініп тұрады жеген кезде. Енді мен бұл жерде мынандай ыдыс қолдандым. Сіздер қасықпен қолдансаңыздар да болады, әлде кондитерский пакет қолдансаңыздар болады. Енді табағымызға майымызды құйып қыздырамыз. Қызып тұрған майымыздың үстінен бәліштерімізді осылай құйып шығатын боламыз. Менікі біраз сұйық болды. Сіздер қамырларыңызды қоюлату үшін жармамызды біраз көбейтіп қоссаңыздар болады. Осындай сұйықтықта пісірсеңіздер өте дәмді, жұмсақ болады. Яғни қамырдың құрамы неғұрлым сұйық болса, бәліштеріміз соғұрлым жұмсақ болады. Келесі бетін аударып, осылай пісіріп аламыз. Енді піскен бәліштерімізді бір ыдысқа салып, таңғы асқа ұсынсаңыздар болады. Мінекей біздің бәліштеріміз дайын. Отбасыларыңызға жасап, балдарыңызға жасап берсеңіздер болады. Балдар әсіресе өте ұнатып жейді. Қаймақпен, балмен ұсынсаңыздар болады. Егер сіздерге видео ұнап жатса, каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, лайктарыңызды баса кетіңіздер. Көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.